Достар, сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Басқа да сабақтарды жіберіп алмас үшін әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналда плейлист деген бөлімнің ішінде барлық сабақтар сынып бойынша бөлініп тұр. Сонымен қатар мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қызықты деректер, ақын жазушылар бойынша да ақпараттарды каналымнан таба аласыздар. Дауыссыз дыбыстардың түрлері деген тақырыпты жалғастырамыз. 20-шы сабақ. Бүгінгі сабақта да дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратуға үйренесіздер. 5-ші жаттығуда берілген Гүлім мен Гүлсім атты мәтінмен танысып алайық. Бүгін анамыздың туған күні. Жұмыстан келгенше сыйлық әзірлейік, деді Гүлім. Дұрыс айтасың, бірақ әркім өздігінше дайындалсын, деді Гүлсім. Келістік. Гүлім ауладан бақбақ пен раушан гүлін теріп қоңыр құмыраға салды. Ал Гүлсім түрлі түсті қағаздан гүл жасап сары құмыраға жиды. Әдемі болды. Анасы келгенде екі қыз сыйлықтарын алып алдынан жүгіріп шықты. Таласып қалды. Мен үлкенмін, сондықтан мен бірінші беруім керек, деді Гүлім. Жоқ, мен үйдің кішісімін, сол себепті мен бірінші беруім керек, деді Гүлсім. Екеуің де бірге сыйлаңдар алтындарым. Өйткені бірлік түбі береке. Ниеттеріңе рахмет, деп анасы беттерінен сүйді. Бұртиып тұрған екі қыз жібіп, анасын туған күнімен құттықтады. Анасының сөзі қыздарына қалай әсер етті? Әрине, ол сөзге екі қызда бірден иланып, көңілдері көтеріліп қалды. Өйткені бұл өте дұрыс әрі әділ шешім болған болатын. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажырат деген тапсырма берілген. Қарамен жазылған сөйлеміміз бізде Гүлім ауладан бақбақ пен раушан гүлін теріп, қоңыр құмыраға салды деген сөйлем болатын. Бірінші, Гүлім деген сөзде Г дауыссыз, Ү дауысты, Л дауыссыз, І дауысты, М дауыссыз. Ауладан А дауысты, У дауыссыз, Л дауыссыз, А дауысты, Д дауыссыз, А дауысты, Н дауыссыз. Бақбақ деген сөзде Б дауыссыз, А дауысты, Қ дауыссыз, Б дауыссыз, А дауысты, Қ дауыссыз. Пен деген шылау, П дауыссыз, Е дауысты, Н дауыссыз. Раушан, Р дауыссыз, А дауысты, У дауыссыз, Ш дауыссыз, А дауысты, Н дауыссыз. Гүлін деген сөзде Г дауыссыз, Ү дауысты, Л дауыссыз, І дауысты, Н дауыссыз. Т дауыссыз, Е дауысты, Р дауыссыз, І дауысты, П дауыссыз. Қоңыр дегенде Қ дауыссыз, О дауысты, Ң дауыссыз, І дауысты, Р дауыссыз. Құмыраға Қ дауыссыз, О дауысты, М дауыссыз, І дауысты, Р дауыссыз, А дауысты, Ғ дауыссыз, А дауысты. Салды деген сөзде С дауыссыз, А дауысты, Л, Д деген дыбыстарымыз дауыссыз, ал І дауысты дыбыс болып табылады. Келесі 6-шы жаттығуда өлеңді көшіріп жаз. Аспанда күн ыстық деген сөйлемге дыбыстық талдау жасау деген. Не ыстық деген өлең екен? Аспанда күн ыстық, ал жерде кім ыстық? Әкем мен шешеміз бәрінен тыныштық деген сөз тым ыстық дейді. Енді дыбыстық талдау жасайтын болсақ, аспанда деген сөзде 7 әріп, 7 дыбыс бар. А дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, П дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Н дауыссыз үнді, Д дауыссыз ұяң, А дауысты жуан. Күн деген сөзде 3 әріп, 3 дыбыс бар. К дауыссыз қатаң, Ү дауысты жіңішке, Н дауыссыз үнді. Ыстық 5 әріп, 5 дыбыс бар. І дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, Т дауыссыз қатаң, І дауысты жуан болса, Қ дауыссыз қатаң дыбыс болып келеді. 7-ші жаттығуда берілген жұмбақ өлеңді оқып шешуін табайық. Түп нұсқасы халық аты.
екі шеткі әріпін қысқартса, қазақтың қарты. Бұл жұмбақтың жауабы татар деген сөз болады. Яғни татар дегеніміз халық аты. Екі шеткі т және р деген әріптерін алып тастасақ, ата деген сөз шығады. Қарт сөзіне мәндес сөздерді тауып сөйлем құрап жаз. Қарт, қария, ата, ақсақ қал деген нұсқаларын алайық. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Атаңнан бата ал балам. Ауыл ақсақалдары әңгімелесіп отыр деген сияқты сөйлемдерді үлгі ретінде назарларыңа ұсынып отырмын. Ал 8-ші жаттығуда торкөздерде жасырынған туыстық атауларды тауып жазуымыз қажет. Өзің қалаған бір сөзге дыбыстық талдау жаса деген тапсырма. Енді іні, қарындас, ата, аға, сіңілі, әке, немере, шөбере деген сөздер шығады. Және ана деген сөз бар. Шөбере деген сөзге дыбыстық талдау жасайтын болсақ, бұл сөзде 6 әріп, 6 дыбыс бар. Ш дауыссыз қатаң, Ö дауысты жіңішке, Б дауыссыз ұяң, Е дауысты жіңішке, Р дауыссыз үнді, Е дауыссыз жіңішке дыбыс болып табылады. Мінекей бүгінгі сабаққа берілген тапсырмаларды орындап болдық. Каналға тіркеліп қоюды және достарыңызбен осы видеомен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Плейлист бөлімінде басқа да сіздерге қажетті ақпараттар таба аласыздар деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.